Исми елге танымал әдебиет пен өнер қайраткерлерінің, ұлттық мүдденің көшін алға сүйрейтін нағыз мемлекетшіл тұлғалардың, тасқа басылған тарихымыздың бары мен жоғын түгендеп жүрген ғалымдар мен өзге де кәсіп иелерінің бүкпесіз әңгімесі Гүлнұр Омарханқызының Шалқар шаңырағында бағдарламасында. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы қауым. Бүгінгі студиямыздың қонағы Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының президенті Ғани Бейсенбаев. Ғани Бектайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн. Көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет. Әдемі. Бүгінгі әңгімеміз де өте тамаша болмақ, өйткені биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығымен қатар ұлт ұстазы Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл толып отыр. Сондай-ақ осы тарихи даталармен қоса Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясына 100 жыл толып отыр екен. Құттықтаймыз аға. Рахмет. Мерейтойларыңыз құтты болсын. Енді Ғани Бектайұлы, мынау бар ғұмырын халқына арнаған ағартушы Ыбырай Алтынсариннің мерейтойы қалай ұлықталуда? Өте жақсы, тамаша сұрақ. Жалпы біз бірінші осындай ұлы тұлғаларымызды не үшін ұлықтауымыз қажет деген сұрақтан бастау керек сияқты. Себебі жалпы мына өткенін, тарихын білмеген ұлтының болашағы қайдан болмақ. Екіншіден, біздің осындай ұлт ұстаздарының атқарған үлкен адам баға жетпес керемет ғұлама тірліктері бүгінгі күнгі білім жүйесінің осындай жақсы қалыптасуына әрине түрткі болды, үлес қосты десе болады. Бүгінгі күні біз Ыбырай Алтынсариннің осы 180 жылдығын қаңтар айынан бастап кеттік десе де болады. Бұл бірінші кезекте түрлі конференциялар, форумдарды өткізу. Ең бұның кереметтігі сол, осы күннің беті шыға академиядан үлкен топ құрылып, Ыбырай ізімен, Ыбырай жолымен деген үлкен экспедиция жасап, Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының бір топ ғалымдары Қостанай облысына осы ыбекеңнің мына музейіне, мектебіне, оның басына барып тәу етіп, осы үлкен мерекені алғашқылардың бірі болып, осындай деңгейде бастап кетті десе болады. Сол Қостанай облыстық білім басқармасы, облыстық әкімдігімен бірлесе отырып, сол жерде үлкен конференция өтті. Оған белгілі ғалым, қоғам қайраткері Ғарифолла Есім, Серік Нигимов ағайларымыз, Жауынбай Қарайып сынды үлкен педагог ағаларымыз, ғалымдарымыз бірге осы үлкен топпен барып, біз сол жерде үлкен бір тамаша келелі кездесуді өткіздік десек те болады. Бұның өзі жалпы бүгінгі ұрпақтың жалпы қазақ қоғамына жасаған мына білім саласына сіңірген Ыбырай Алтынсариннің еңбегіне үлкен бір ден қою, мән беру деп есептеуге болады. Және біздің негізгі болашақтағы жоспарымыз тек қана осы 180 жылдықтың аясында ғана іс-шара өткізу емес, жыл сайын Ыбырай Алтынсариннің оқуларын өткізу, ол төңіректе оның еңбектерін зерттеу және оқу бағдарламаларына, оқулықтарына Ыбырай Алтынсариннің көп шығармаларының енуін қадағалау, оның жинақтарын жалпы білім жүйесіне нақты отырғызып тарату мәселесі. Себебі өзіңіз қарап отырсаңыз, Ыбырай Алтынсариннің өнер білім бар жұрттардың өзі қандай керемет. Бейне бір бүгін ғана жазылған өлең сияқты. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғыз дейді. Бір қарап отырсаң, интернет заман. Бүгінгінді сол сәтте болжап қойған. Сол сәтте болжап қойған сияқты. Керемет емес. Көрегенділік. Ал енді кел балалар оқулығының өзін қарап көрсеңіз, адамды бүгінгі күні 21 ғасырда бүкіл өркениетті елдер даму үрдісі мықты болу үшін білімге шақыруда. Ал ыбекең бізді қай заманда шақырып қол, кел балалар оқулық деп. Иә, шынымен де. Енді осы өзіңіз жаңа тілге тиек еткен жобалардың бәрінің басында ұйытқы болып отырған, ол міне ғасырын жасап жатқан академия. Ал осы академияның бүгінгі мұраты қандай? Академияның мұраты
осы жалпы бұл жерде 1921 жылы елге түсінікті болу үшін Ахмет Байтұрсынов академиялық оқу орталығын ашқан. Осы академияның алғашқы құралуы сол 21 жылдан басталады. Одан кейін 33 жылы ол институтқа, ғылыми зерттеу институтына айналады. 1998 жылы бұл институт мына Ақсел Сейдімбек ағамыздың келуіменен бұл институтқа 98 жылы Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясы болып қайта құрылады. Содан 2008 жылы бұған ұлттық деген ерекше статус беріледі. Сондықтан да бүгін ғасыр толып отырған академияның енді келесі ғасырға үлкен жалпы тілге тиек ететіндей үлкен жұмыстар жоспарлап отырмыз. Оның ең біріншісі, ең бастысы қазақ білім жүйесін әлемдік брендке айналдыру жолында академия өзінің алғашқы қадамдарын бастап кетті. Бұл не деген сөз? Яғни қазақ білім жүйесі өзінің үлкен әлемдегі орнын алу үшін оған барлық жағдаяттар бар. Біздің мәселен Мағжан Жұмабаевтың жазып кеткен 90 жыл бұрын жазып кеткен дүниесін Стивен Кови өзінің табысты адамның 7 харекеті деген кітабында соны айтып отыр. Оны 90 жыл бұрын Мағжан Жұмабаев айтып кеткен. Көрдіңіз бе? Сол сияқты жалпы біздің алаш қайраткерлерінің кеше ескерткішін ашылып жатыр, көріп жатырсыз, мемлекет басы өзі келіп ашты. Сол алаш қайраткерлерінің жасап кеткен дүниелеріне ден қоятын болсаңыз, сонау Әл-Фарабиден бастап оның еңбектерін зерттейтін болсаңыз, Баласағұнның, Қашқаридың, Ахмет Яссауидің, бері қарай біздің басқа да үлкен Абай атамыздан бастап қайраткерлердің еңбектерін зерттеп отыратын болсаңыз, біздің білім жүйесінің өзіндік әлемде орны бар екендігі, оның діңгегі бар екендігі, оның керемет бір келелі үлкен бір жүйесі бар екендігін байқауға болады. Мәселен, Ыбырай Алтынсариннің өзі 22 жасында осы мектеп ашуға қатты мән берген. 16 мектеп ашқан бір өзі, арбамен жүріп. Байқайсыз ба? Арбамен жүріп, елді аралап жүріп, 16 мектепті ашады. Бүгін қандай керемет жағдай, барлық мүмкіндіктер бар. Сондықтан да біз осы Ыбырай жолымен деп отырғанымыз бүкіл ұстаздар, бүкіл осы елдің қоғам қайраткерлері болсын, мына бизнес саласында жүрген азаматтар болсын, ең басты мемлекеттің іргесі мықты болу үшін біз осы Ыбырай салған жолменен білімге қатты ден қойымыз. Оның материалдық жағдай болсын, оның тағы басқа дүниелері болсын. Сосын жалпы бәкең айтады ғой, мынау ұстаз бұл мамандық емес дейді, бұл Құдайдың берген міндеті дейді, парызы. Енді бұның ары қарай астарына терең үңілетін болсаңыз, жалпы мұғалім қандай болмағынды айтып беріп отыр ғой. Яғни бұл еңбектердің бәрін аршып, олардың барлығын қазіргі заманауи неге келтіріп, ретке, сөйтіп өндіріске қайта енгізу керек. Әрбір Ыбырай Алтынсариннің еңбектері, шығармалары тұнып тұрған тәрбие мектебі. Дұрыс айтасыз аға. Расымен де осы академия осы мақсатты, өзіңіз қазір ғана айтқан мақсатты, міндетті өзінің құрылымында қандай өзгерістерге енгізді? Жалпы академияның құрылымы қалай өзгерді, қалай жасақталуда дәл қазіргі уақытта? Жалпы академияның құрылымы бүгінгі күні өзінің бұрында болған мынау институттар болатын, орта білім, тәрбие институты, сосын жоғары білім, кәсіптік білім институттары болатын. Бір мезгілде бұлар орталыққа айналып кеткен екен. Қазір соны қайта жаңғыртып, мына министрдің бұйрығыменен жалпы академия қайта құрылды. Ол енді шаруашылық құқығында, жүргізу құқығындағы мекемеге айналғаннан кейін осы мүмкіндікті пайдаланып, ішкі құрылымда да өзгерттік. Бұл тек қана басы, бұдан кейін де ары қарай өзгерістер болады. Дәл қазіргі өзгеріс бұл бірінші кезекте, егер жаңалықтарына мән беретін болсақ, бірінші кезекте орта білім мазмұнын зерттеу институтын аштық. Қазіргі енді алғашқы қадамы үздіксіз педагогикалық білім беру институтын аштық. Бұл жерде колледждер мен вуздардағы педагогикалық мамандық дайындайтын колледждер мен жоғары оқу орындарының жаңағы жұмысын ғылыми сүйемелдейтін институт ашып отырмыз. Одан бөлек алғашқы рет, тұңғыш рет психология орталығын ашып отырмыз. Болашақта бұны институтқа айналдыруды жоспарлап отырмыз. Бұл енді бірден неге институт ашылмайды десеңіз, бұл мамандардың да жаңағы жинақталуына байланысты. Қазіргі кезде біз іріктеу үстіндеміз. Егерде мықты психолог, ғалым мамандарды біз іріктеп табатын болсақ, келесі жылы
бұл қазақ психологиясының ғылыми зерттеу институтына айналуы мүмкін. Бұл жалпы біздің еліміздегі тұңғыш психологиялық институт мемлекеттік деңгейдегі ашылып отырған. Бұған дейін енді қоғамдық деңгейдегі көп дүниелер жасалып жатты. Солардың басын бәрін жинақтап қосып, өзіміздің жаңағы ділімізге сай психологияны дамытуды қолға алып отырмыз. Екіншіден, педагогикалық өлшеу немесе кавалиометрия деген орталықты ашып отырмыз. Бұл да бүгінгі күні сіз PISA, TIMSS, PIRLS деген дүниелерді естіп отырсыз, сыртқы бағалауды, әлемдік бағалауды. Ал енді сол қазақтың өзінің қазақстандық бағалау жүйесін қалыптастыруда осы жаңадан бірінші рет, тарихта тұңғыш рет осындай кавалиометрия орталығын ашып отырмыз. Бұл да жалпы біздің қайда кетіп бара жатқандығымызды, қай бағытты ұстанып жатқандығымызды анықтауға өте қажетті дүниелер. Үшіншіден, біз академия бүгінгі күні қоғамға ұлттық білім доктринасын да әзірлеп жатырмыз. Оны да қоғамға ұсынуды жоспарлап отырмыз. Бұл жалпы жуық 50 жылда қазақ білім жүйесінің қандай болмағына жауап беретін үлкен керемет құжат шығып келе жатыр. Бұған да көптеген біз ғалымдарды, үлкен қоғам қайраткерлерін, мамандарды тарттық, тек қана педагог, психологтарды ғана емес, сонымен қатар бұл құжаттың елдік құжат болу үшін, мемлекеттік құжат болу үшін, жалпы 50 жылдағы біздің қоғамның қалай жаңғыратындығы, білім жүйесінің қалай дамудың мәселесін анықтап беретіндігі, әлемдік білім жүйесіндегі қазақтың білім жүйесінің қандай орын алмағына жауап беретін керемет құжат деп үміттеніп отырмыз. Сондықтан бұған көптеген мықты ғалымдар қатысты, экономисттер де, социологтар да, саясаткерлер де, әлеуметтік зерттеушілер де, барлық жан-жақты мамандарды тартып ақылдасып отырмыз. Бұл енді өйткені өзіңізге жақсы белгілі, бүгінгі күні білімнің, жалпы білім министрлігінің бірге жаңағы қоян қолтық араласып жұмыс істейтін адамдардың саны 6 миллион екен. Соның ішінде 3,5 миллион бұл бала, оқушы, мектеп оқушы. Ар жағында студенттерді қосыңыз, балабақшаны қосыңыз, мұғалімдер бәрін қосқанда 6 миллион адамды елдегі басқарады екен білім жүйесі. Ал оның қасына әкесі мен шешесін қосатын болсаңыз, бүкіл Қазақстан білім жүйесін басқарып отыр. Көрдіңіз бе? Сондықтан әрине кезінде Шоқан Уағалиханов та айтып кеткен ғой, жалпы мемлекеттің мықты іргесі болу үшін оның тәуелсіздігіменен білім жүйесі мықты болу керек деп. Сондықтан осы ұстанымды бізде ұстанып отырмыз. Иә, шынымен де аға, бұл академия, менің ойымша, осы Ыбырай Алтынсарин атындағы академия. Ыбырай Алтынсаринның жолы осы білімнің бастау бұлағы болу керек еді. Ол сол салмағы, оның абыройы, мерейі үстем болу керек деп ойлаймын. Ол қазір де солай, бірақ дегенмен де басымдықты беру керек. Өйткені әр ұстаз, мысалы Ыбырай Алтынсарин атындағы сол әлемнің жолында бір құрметке ие болып жатса, сол жерде бір еңбегі бағаланып жатса, ол ұстаз үшін керемет абырой. Өйткені Ыбырай Алтынсарин атаның жаңағы сол жолы тұр, оның бір ізгілігі тұр, бірақ осы ізгілік бір мемлекеттік деңгейде, үлкен бір бастауға айналса деген менің бір нем бар, өзімнің бір ойым бар. Енді бұған сіздер дәл қазір қолға алып қайтадан, мынау жаңа заманмен, жаңа уақытпен бірге жаңғыртып жатыр екенсіздер. Мен әрине үлкен табыс тілеймін. Енді осында академияның мынау ғылыми әлеуеті туралы айтсаңыз, өйткені қандай еңбектер дәл қазіргі уақытта жазылып жатыр. Және осы Ыбырай Алтынсаринның ағартушылық тағылымы қалай зерттелуде? Жалпы өз айтты ғой, атаның өзі, қазақ халқы өзін білімге құштар екенін көрсетеді деп жазды. Дәл осы сөз бүгінгі күнде өзінің миссиясын орындап келе жатқандай маған көрінеді. Енді мынау жас ғалымдар осы тұста қандай бір ынта көрсетіп жатыр? Кімдер? Өте жақсы сұрақ. Біз келген беттегі ең үлкен мән берген бағыттағы жұмыстарымыздың бірі де педагогика ғылымына қатты ден қойып, оның өркендеуіне үлкен пәрмен беруді де біз қазір қолға алдық. Ол бағытта қазір қандай жұмыстар жасалып дейтін болатын болсақ, бүгінгі күннің өзінде, болашақта айтпағанда, осы күзге қарай жас талантты ұстаз мамандарды жинақтап, 100 жас
болашақ оқулық авторларын дайындауды жобалап отырмыз. Бәрекелді. Сөйтіп болашақ оқулық авторларының, кәсіби оқулық авторларының пулын қалыптастыру. Мен өзім бұған дейін оқулық орталығында жұмыс істегендегі байқағаным, біздің бүгінгі күні өкінішке орай оқулық авторларымыздың ең жасы 50 екен. Ары қарай енді 80-ді алқымдап қалғанда ағаларымыз бар екен. Яғни мектеп сәл үзіліп қалды. Үзіліп қалған, көрдіңіз бе? Біз енді ұстаз шәкірт айтады ғой, шәкіртсіз ұстаз тұл деп. Сондықтан шәкірт дайындауға біз қатты көңіл бөлуіміз керек. Академия бұны бірден қолға алып жатқан жағдай бар. Өзіңіз қарап отырсаңыз, кешегі біздің бүгін айтып отырған осы академияның іргесін қалаған Ахмет Байтұрсыновтың өзі сол Ыбырай Алтынсарин ашқан мектепте тәлім алған. Көрдіңіз бе? Көп алаш қайраткерлері содан тәлім алған. Сондықтан да біздің арманымыз осы Ыбырай салған жолменен бірге академияда өзінің жаңа ғасырдағы үлкен бір жолын қалыптастыруды қолға алып жатырмыз. Үлкен зерттеулер. Соның екінші бір тармағы бұл мына қазіргі цифрлық білім деп жатырмыз ғой. Біз футуристік бағытты қолға алып жатырмыз. Кешегі 20-шы жылы пандемияның өзі мына жылдам өзгерістер заманның не екендігін көп адамға түсіндіріп кеткен сияқты. Ендеше бүгінгі күні білім қандай болмақ деген сөз. Білім жүйесі енді 5 жылдан кейін не болады, 10 жылдан кейін не болады, 20 жылдан кейін не болады. Соның барлығын біз зерттеп қарап, бүкіл мына білім мазмұнын, бүкіл ғылымды соған қарай бағыттауымыз керек. Енді қазір көп естіп жүрген дүниенің бірі, мынау жаңа ұрпақтардың келе жатқандығы, бұл Z ұрпақтарының, альфа ұрпақтарының. Бұл не? Бүгінгі күні біз дайындап жатқан бағдарламалар, стандарттар осы келе жатқан жаңа ұрпақты қанағаттандыра ма, жоқ па? Оның психологиясына сай келе ме, жоқ па? Осының бәрін қазір біздің ғалымдар жіті зерттеп жатыр. Және жалпы бұдан былай осы білім мазмұнына жауап беретін болса академия, бұл республикадағы жалғыз ғылыми орталық, бүкіл білім жүйесін ғылыми зерттейтін, зерделейтін, оны сүйемелдейтін жалғыз орталық. Сондықтан да бұның әлеуетінің одан әрі күшеюі, әрине сіз айтқандай, мынау сырттағы жүрген жас ғалымдарды тарта отырып, оларды тәрбиелей отырып, олардың да жаңағы мына ақ ұрпақтың жасаған дүниесін ұрпақта сабақтастық арқылы бере отырып, бұны ары қарай дамыту. Бұл бағытта әрине біз мына республикадағы педагогикалық оқу орындарымен тығыз байланыста олардың магистранттарын бізден практикадан, тағылымдамадан өтуді қолға алып жатырмыз. Көрдіңіз, бұл жалғыз сіз айтып отырған мына жастарды тәрбиелеуде, жас ғалымдарды қалыптастыруда академияның қолға алып жатқан іс-шараларының бірі. Бұдан бөлек ғылыми зерттеу мәселелері, тақырыптарын саралау, одан кейін диссертациялық кеңесті ашу академиядан. Сөйтіп, осы жерде жалпы болашақ ғалымдардың қалыптасуына үлкен академия пәрмен беруде қазір қолға алып жатыр. Бұл бағытта да үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Ең қуанатыны, академияның кез келген қазір жасап жатқан жаңалығына білім және ғылым министрлігінің үлкен түсіністікпен қолдау көрсетіп отырғандығы, бұл жалпы академияның бұдан да үлкен қарқынды күш алып, үлкен жұмыстарды жасайтындығына мен қазір үлкен толық сеніммен айта аламын. Көңілді марқайтады. Сенім артады. Жақсы. Бұл өте жақсы, аға. Өйткені қараңызшы, енді осы тұста мынау жаңа сіз жалпы мынау білім саласы бойынша, білім жолында атқарылатын шаруаларды айттыңыз. Ал Ыбырай Алтынсариннің мынау ағартушылық тағылымы қалай зерттеліп жатыр? Өте дұрыс. Өте дұрыс. Жалпы енді биылғы жылдан бастап біз тек қана Ыбырай Алтынсариннің еңбегі ғана емес, жалпы еліміздегі жаңа айтып кеткен үлкен ұлы тұлғалы азаматтарымызды зерттейтін тұлға зерттеу институтын орталығын ашуды қазір қолға алып жатырмыз. Бұл жерде біз жаңа айтып кеткен Әл-Фарабидің еңбегін, Абайдың еңбегін, Баласағұнның, Ыбырай атамыздың, Байтұрсыновтың барлығын еңбектерін біздің білім мазмұнымызға, біздің бағдарламаларымызға, оқулықтарға қайсысын қалай енгіземіз? Бұны ғылыми зерделеу жүргізіп жасамаса болмайды. Жай ала салып, енгізе салып болмайды. Бұл бағытта қазір үлкен зерттеу жұмыстары енді басталып жатыр. Бұл енді ештен кеш жақсы дейді ғой қазақта. Сондықтан да біз жалпы өзіміздің үлкен мынау бар дүниемізді бірінші өзімізге енгізетін болсақ, онда қазақ білім жүйесінің іргелі, кәдімгідей тұлғалы, жаңағындай керемет бір жүйесі қалыптасатындығы сенімдіміз. Өзіңіз білесіз, көп жағдайда біз әлемдік ғалымдарға сүйеніп жатамыз. Ол жақсы, керек, әлемдік тәжірибені алу керек, бірақ бірінші кезекте
өзіміздің ұлттық құндылықтарға, өзіміздің ұлт тұлғаларына бас бұрып, солардан біз нәр алуды бастауымыз керек. Менің байқағаным аға, осындай үлкен білім саласында, білім жолындағы конференцияларда байқайтыным, сол шетелдік ғалымдардың өзі. Осы Ыбырай Алтынсариннің ғылыми ілім жолына қатты қызығатынын байқадым. Міне бұл көп зерттелу керек екені қазір сұранып тұр, өйткені Хакім абай жақсы айтылады, зерттеледі, жазылады, бірақ Ыбырай ата қайда? Осы сұрақ көп. Құмар Қараш дегенде біздің атақты осындай ыбекеңнің деңгейлес үлкен мықты ғалымдарымыз. Бізде тек қана Ыбырай Алтынсариніміз білім жүйесінде көптеген біздің тұлғалы азаматтарымыз өткен. Олардың бәрін біз қайтадан жаңғыртуымыз керек, көтеруіміз керек. Мысалы, көрсеңіз, Қостанайдағы алғашқы ашылған мектептен бөлек Бөкей Ордасына барыңыз, Жәңгірдің мектебі мысалы. Мен өзім аралап көріп қайттым, таң қалдым. Осындай сияқты бізде өте білім жүйесіне бір ғана сала емес, көптеген ағартушыларымыз, ұлы тұлғаларымыз қатты ден қойған. Солардың бәріміз қайттан зерттеліп, қайта жаңғыртуымыз керек. Дұрыс айтасыз. Енді бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық деп, мына Ыбырай Алтынсарин өзі ағартушы ретінде білімге табынды. Тіпті білімнің қоғамда әрбір жеке тұлғаны дамытатын күшіне сенді. Енді осы сенім сіздің ойыңызша өзінің жаңағы қалай ақталып келеді, өзінің миссиясын қалай ақтап келеді? Көңіліңізді бір күптетер ойлар бар ма? Әрине, енді адамда мынау даму процесінде әрине міндетті түрде біз кемшіліктерді іздейміз, жетіспейтін дүниелерді қараймыз, әттеген айларды да қарап отырамыз. Онсыз болмайды. Бәрі керемет, бәрі тамаша десек, онда біз адасамыз, жаңылсамыз. Өсу дамудың өзі осы кемшіліктерден тұрады. Егер дұрыстап мән беретін болса. Сондықтан да жалпы енді бұл жақсы айтып кеттіңіз, кел балалар оқылық деген өлеңнің негізгі астары да, оның жалпы жастарға берері де өте мол екендігі рас. Одан оны ары қарай дамытуымыз керек. Тек қана бұл әндер емес, барлық шығармаларын біз зерттеліп тартуымыз керек. Сондықтан әрине бұл әттегеней дүниелерде мына білім жүйесін дамытуда міндетті түрде бізге не үшін керек біздің ыбекеңнің, Ыбырай Алтынсариннің, Байтұрсыновтың еңбектері? Бұл жалпы білім жүйесінің іргесін дұрыс қалыптастыру үшін, адасып кетпеу үшін, басқа салаға, басқа арнаға түсіп кетпеу үшін осы біздің бабаларымыздың салып кеткен жол бізге өте маңызды. Мәселен, 30 жыл бойы бізде бір кейбір қате пікірлер болып келді, әттеген-ай деген мәселеге қарайтын болсақ. Біз айттық, мына Сингапур жүйесі керемет екен, мынау Жапон жүйесі керемет екен, ойбай енді Фин жүйесі керемет екен деп. Дұрыс, ол жақсы. Бірақ бұл жерде қате кеткен әттеген жерлеріміз қайсы? Біз соның жүйені түгелдей алдық та осыған енгізуге тырыстық. Бұл ең үлкен әттеген қателеріміз. Олай болмау керек. Мен 40 мемлекетті аралап шықтым, осы білім жүйесін зерттеу барысында. Сонда соңғы Фин мемлекетінде болғанымда мен сұрақ қойдым, осы сіздердің ғажап дүниелеріңіз неде, құпияларыңыз неде дегенде айтты. Біздің ешқандай құпиямыз жоқ. Біздің мынау негізгі іргелі біліміміз өзіміздің финдік жүйе, бірақ әлемдегі ең мықты жаңалықтарды зерделеп қарадық та, бізге келетінін алдық, келмейтін біз оны қабылдаған жоқпыз. Қанша жерден мықты болса да деді. Көрдіңіз бе? Сонда әлемнің көзқарасын тоғыстырып тұр. Көрдіңіз бе? Біз мынау әлемдік мәселелерді мән берген кезде оны түгел сол күйінде ала салу емес. Ол егер бейнелеп айтатын болсақ, ойбай мынау суши деген жақсы екен деп, ана қазын лақтырып тастап, сушиді түгел сушиға көшіп кеткен, немесе KFC-ға, не жаңағы қазіргі жеп жүрген пиццаңызға көшіп кеткен сияқты. Ол қазақтың қанша жерде мықты болса да қазақтың қазы қартасына жете ме? Оның емдік қасиеті, оның мынау адамға күш қуат беретіні бөлек дүние. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз әрине жаңалықтарды қарауымыз керек, көруіміз керек. Оның біздің ағзамызға, біздің санамызға, біздің білім жүйесіне қаншалықты дамуына, оның мықты болуына әсер ететіндігін міндетті түрде зерттеп алуымыз керек.
Содан кейін барып біз айта аламыз. Сосын бірде-бір мемлекет еш уақытта да ана жақтан мына жақтан алдым деп айтпайды. Мынау мықты алдың қатарлы мемлекеттер. Олар да іздейді, қарайды. Ол қазақтан да үйренеді, қырғыздан да, бәрінен үйрену мүмкін. Бірақ қазақтың жүйесі немесе қырғыздың жүйесі деп айтпайды. Өздерінің жүйесі дейді, соған кішкене жаңартып трансформациялап отырады. Бізде осындай бағыт ұстануымыз керек. Біз ананың жүйесі, мынаның жүйесіден кетуіміз керек та, біз өзіміздің жүйемізді қалыптастыруға алуымыз керек. Сөйтіп, бұл қазақтың білім жүйесі деп айтуымыз керек. Бірақ басқа жақты ала бер. Одан ешқандай басқаның тәжірибесіне қарай бер. Бірақ оның жүйесі екен, соның арқасында біздің жүйе адам болды деп айтудың өзі бұл қабылдана бермейтін мәселе деп ұғынамын. Яғни ұлттық негізге жасалу керек. Ұлттық негізге жасалу керек, міндетті түрде. Енді аға тағы да бір сұрайын дегенім, мынау зерттеу еңбектеріне қарап отырсаңыз, Ыбырай Алтынсарин көзі тірісінде қырғыз хрестоматиясы кітабының 2 бөлімін жазды деп айтылады. Енді өкінішке қарай ол шығарма әртүрлі себептерге байланысты баспадан шықпай қалған. Енді ағартушы қайтыс болғаннан кейін түп нұсқа жоғалып кеткен. Енді дәл қазір Ресейден, ТМД елдеріндегі мұрағаттардан, және кітапханалардан сұрастырып, сондай зерттеу жұмыстары жүріп жатыр деген ақпарат бар. Енді бұл нәтижесі бар ма? Сіз байқай алдыңыз ба? Әрине, мына Қостанай өңіріне барған кезде бұл қатты білінді. Сол жердегі біраз осы зерттеуші ғалым мамандармен бас қостық. Алмаспес Абсадық деген мысалы мына Байтұрсынов университетіндегі ғалым бар. Ол да біраз осы Ыбырай Алтынсарин еңбектеріне, Байтұрсынов еңбектеріне үлкен зерттеу жасап жүрген ғалымдардың бірі. Сол сияқты басқа да ғалымдармен кездесіп, Ыбырай жол деген кітап шыққан, керемет. Біз осы еңбектердің барлығының мынау жаңа тұлға дамыту орталығы арқылы жинақтап, ол азаматтардың жасап жатқан дүниесіне пәрмен беруді біз уәде етіп кеттік. Яғни еңбектеріңізді беріңіздер, бірлесіп зерттейік, және ол еңбектердің барлығын шығарайық, және оны мектепте орын алуына, мектеп кітапханасынан орын алуына біз пәрмен беруді қазір қолға алып жатырмыз. Енді ол бір күннің мәселе емес, өкінішке орай оған уақыт керек, әрине. Бірақ расында Ыбырай еңбектерінің көмескіленген, жоғалған, осы көзден таса бола бастаған еңбектердің бәрін қайта жаңғырту, жинау, осы 180 жылдықтың төңірегінде қазір жұмыстар біршама жасалып жатыр. Қостанай өңірінде де, біздің академияда да оны қолға алып жатыр. Басқа ғылыми зерттеу орталықтарында да бұнымен айналысып жүрген ғалымдар бар. Біз оның барлығын аты жөндерін, қандай еңбекпен айналысып жатқандығын барлығын біз біліп отырмыз, және оларменен жуық арада үлкен бір конференцияны өткізуді жоспарлап отырмыз. Ал жалпы Ыбырай Алтынсаринді мынау әлемдік деңгейге таныстыру жолдары жалпы мақсаттан қалай қолға алынып отыр? Бұл енді біз ол деңгейге жетсек, мына Абай атамыздың ЮНЕСКО деңгейінде тойланатындай Ыбырай Алтынсариннің де бұл арман ғой енді, үлкен керемет арман. Бұл бәріміздің арманымыз. Ол үшін үлкен еңбектену керек, оның еңбектерін жинауымыз керек, бірнеше тілге аударуымыз керек. Бұл бағытта да біз жұмысты бастайтын боламыз. Бастайтын боласыздар, жақсы. Бастап кеттік десе де болады. Жақсы. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Әлпеш деген атана қартаятын күн болар. Қараңызшы, қартайғанда жабығып, мал таятын күн болар. Ата енең қартайса, тіреу болар бұл оқу, қартайғанда мал тайса, сүйеу болар бұл оқу деп, осы Ыбырай атаның өлең жолдарымен мен бүгінгі әңгімені түйіндегім келеді. Өйткені ұрпақ білімді болсын, егер көкірек көзі ояу болса, арғыма түпкі мағынаны түсінді деген ойдамыз. Ал өзіңіздің бір ауыз лебізіңізді тыңдасақ. Жалпы бір ағамыз айтып еді, біздің қоғам инклюзивті қоғам болуына тілектеспін деп. Яғни дарынды, қабілетті, әлемге бірінші орында болатын өркениетті мемлекетке айналуына мен үлкен арманым және тілегімді білдіргім келеді. Рахмет сізге, өте әдемі, арманыңыз орындалсын, еңбектеріңіз жемісті болсын, тойларыңыз тойға ұлассын. Ал құрметті радио тыңдаушы қауым, біздің бүгінгі студиямыздың қонағы болған Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының президенті Ғани Бектайұлы, ал сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, біздің саунд операторымыз Меруерт Қадырқызы. Аман болыңыздар. Сау. Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.